Баршаңызға Алланың сәлемі мен рахымы болсын. Амансыздар ма, қадірменді көрермендер? Бейнебаяндар басталмас бұрын, жақсы жаңалықты естеріңізге сала кетейін. Рухани әрі пайдалы ерекше еңбек. Ризық пен берекеге арналған таңдаулы 25 дұға және құнды кеңестер атты кітапшасы сатылымға шықты. Бұл кітапты алған әр адам ризығын арттыратын Құран мен хадистегі дұғаларды үйренеді. Әр дұғаның мағынасы мен айту жолын түсінеді. Алланың көркем есімдерімен дұға жасауды меңгереді. Күнделікті өміріне береке мен тұрақтылық әкелетін амалдарды қолдана бастайды. Бағасы небәрі 500 теңге. Бұл бір ғана кофе құнына сіздің рухани өміріңізге жасалған үлкен инвестиция. Кітапшаны алу үшін экранда көрсетілген номерге жазыңыз. Алла тағала әр жасаған дұғаңызды қабыл етіп, өміріңізге береке жаудырсын. Исламда апта күндері нені білдіреді? Араб тілінен аударғанда жұма, жиын күні. Мұсылман үшін ең басты әрі ең маңызды күн жұма болып табылады. Алла тағала кейбір күндерді басқа күндерден артық еткен, сондай күндердің бірі жұма. Мүміннің күллі өмірі Алла тағалаға құлшылық етумен өтеді, ал қасиетті жұма күні оқылған жұма намазы мейрам деңгейіне дейін көтеріледі, әрі жамағатпен бірге оқылады. Сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед былай айтқан: бір жұмадан келесі жұмаға дейін оқылатын 5 уақыт намаз сол аралықта жасалған күнәнің өтелуі болып табылады, тек ауыр күнәдан өзгесі. Сондай-ақ тағы бір хадисте де былай айтылған: жұмадан ізгілікті күн жоқ. Жұмада Алла тағала пендесінің жасаған дұғасын кері қайтармайтын бір сағат бар. Ислам тарихында жұма маңызды күн. Бір хадисте былай айтылған: күн шыққан күндердің ең жақсысы жұма болып табылады. Бұл күні адам ата жаралған. Осы күні адам ата жұмаққа кіріп, жұмақтан қуылып, сондай-ақ осы күні қайтыс болған. Қиямет күні де жұма күні болады. Жұма қасиетті күн болғандықтан осы күні жасалған дұғалар мұсылман өмірінде ерекше орын алады. Осы күні мұсылмандар игіліктерге бөленеді. Жұма Арафатта тұру күннен кейінгі күндердің ең жақсысы. Жұма күні күнә жасау, бұл қасиетті күнді елемеу болып табылады. Сол себепті осы күні жасалған күнәлардың жазасы бірнешеге артады. Алайда осы күні жасалған жақсы амалдардың сауабы да үлкен болады. Келесі бұл сенбі. Сенбі демалыс күні, арабша доғару, жаппай құлшылық ету күннен кейінгі күн. Сенбі жайында пайғамбарымыз былай деген: сенбі алдау мен опасыздық күні. Тағы бір хадисте: сенбі яһудилерге, жексенбі христиандарға, ал жұма мұсылмандарға берілген. Бұл күні ең жақсысы кәсіпті қоя тұрып, уақытты демалуға арнау дұрыс болады. Көптеген мұсылман елдерінде жұма мен сенбі демалыс күндері болып табылады. Негізі, мұсылмандар аптаның әрбір күніне бөліп жара қарамай, әр күнге құрметпен қарайды. Жексенбі араб тілінен аударғанда бірінші күн. Жексенбі туралы пайғамбарымыз былай айтқан: жексенбі ағаш отырғызып үй салатын күн. Дүйсенбі екінші күн. Пайғамбарымыздан дүйсенбі күні туралы сұрағанда, дүйсенбі сапарға шығу мен сауда күні деп жауап берген. Дүйсенбі ораза ұстауға қолайлы күн болып табылады. Бұл күн пайғамбарымыздың дүниеге келуімен маңызды. Алла елшісі өзінің туған күнін Алланың рақымы деп дәріптеп, өзінің разылығын дүйсенбі күні ораза ұстаумен білдірген. Пайғамбарымыз келесідей айтқан: менің үмбетімнің жақсы, жаман амалдары әрбір дүйсенбі және бейсенбі күндері маған жеткізіліп тұрады. Маған жақсы амалдар жеткізілгенде, мен Аллаға шүкіршілік етемін, ал жаман амалдар келгенде, Алладан оларды кешіруін өтінемін. Сейсенбі үшінші күн. Бұл күн туралы пайғамбарымыз былай айтқан: сейсенбі қан және қан төгіс күні. Сейсенбі күні Алла тағала жұмақтан ібілісті қуып, тозақты жаратып және адамдардың жанын алу міндетін Әзірейіл періштеге жүктеген. Сәрсенбі төртінші күн. Өзге күндердегі сияқты бұл күні де Алланы еске алып, оған құлшылық етіп әрі жақсы амалдар жасау керек. Исламда жаман және оларға байланысты наным күндері жоқ. Әрбір арайлап атқан таң мен жарқырап шыққан күн жақсы әрі жаратушымыздың бізге берген сыйы болып табылады, бірақ кейбір күндерге мүміндер үшін үлкен игіліктер жасырылған. Бейсенбі бесінші күн. Бейсенбіде қажеттіліктер орындалады және осы күні басқарушы мен шенеуніктерге бару қайырлы. Бейсенбі туралы пайғамбарымыз былай айтқан: менің үмбетімнің жақсы, жаман амалдары әрбір дүйсенбі және бейсенбі күндері маған жеткізіліп тұрады.
Маған жақсы амалдар жеткізілгенде, мен Аллаға шүкіршілік етемін, ал жаман амалдар келгенде, Алладан оларды кешіруін өтінемін. Міне, исламда апта күндері осындай мағына білдіреді екен. Жалпы адамның күллі өмірі құлшылық жасауға және сол жасаған құлшылықтары арқылы Алланың разылығын алу мүмкіндігі болып табылады. Әрбір атқан жаңа күн Алла тағаланың бізге берген сыйы мен рақымы, үлкен байлық. Осы күнді біз жаратушыға және жақсы амалдар жасауға арнасақ, осы міне нағыз бақыт. Әрбір жасаған жақсы амалдарыңыз қабыл болып, Алла тағала баршаңызға екі дүниенің бақыты мен байлығын нәсіп етсін. Исламда әзілдесудің 5 ережесі. Күлкі, шаттық, әзіл-оспақ біздің өміріміздің ажырамас бөлігі, онсыз өміріміз сондай қуанышты болмас еді. Біздің асыл дініміз күлкі мен қуанышқа тыйым салмайды, тек бұл мәселе төңірегінде нақты шекаралар мен қағидаларды орнатқан. Осы мәселені Алла елшісінің хадистері негізінде қарастырып көрейік. Ардақты пайғамбарымызда қалжыңдаған, ендеше жақсы түрде қалжыңдау қуаныш әкеледі. Бұл Алла елшісінің сүннеті. Пайғамбарымыз былай айтқан: қиындатпай, жеңілдетіңдер, жиіркенушілік тудырмай, қуандырыңдар да кеудеден қақпаңдар. Пайғамбарымыздың жұмсақ мінезін аша түсетін көптеген әзіл оқиғалар келтірілген. Солардың біреуі төмендегідей. Әнас ибн Мәліктің құлағының үлкендігіне қарап, оны Алла елшісі екі құлақтың иесі деп атаған екен. Екінші ереже айтылған қалжың өтірік болмау керек. Хадисте айтылғандай, күлкі үшін мүлде болмаған оқиғаларды ойдан шығарып айтатындар неткен бақытсыз. Бір күні Әбу Хурайра пайғамбарымыздың қалжыңдап отырғанын көріп: Алла елшісі, сен де қалжыңдайсың ба? деп сұрайды. Сонда Алла елшісі оған: мен қалжыңдаймын. Бірақ қалжыңдасам да тек шындықты айтамын, деп жауап берген екен. Күлкі үшін мүлде болмаған оқиғаларды ойдан шығарып айту аса бақытсыздыққа әкеліп соғады. Осы жерде сөздің жаманы өтірік, жалған, әзіл мен шикі пікір дегенді айта кету керек. Біреуді күлдіремін деп күнәға батудан аулақ болайық, құрметті көрермендер. Ойдан өтір күлкілі оқиға құраудың күнә екенін, ал әрбір күнәнің Алла тағаланың жазасына апаратынын есімізден шығармайық. Үшінші ереже: қалжың басқа адамға зиянын тигізбеу керек. Ешкім қалжыңдап та, шынайы түрде де біреудің асат аяғын алмасын. Алса, қайтарып берсін. Мұсылманға екінші бір мұсылманды қорқытуға тыйым салынған. Мұсылман ол тілімен де, қолдарымен де басқа бір мұсылманға зиянын тигізбейтін адам. Ойыннан от шығады дегендей, қалжыңдап отырып, біреудің ар-намысына тиетін сөздерді айтып, мұсылманның жанын ауыртудан аулақ болайық. Не нәрседе болсын, басқа жанға зиянымызды тидіріп алудан сақтанып жүрген абзал. Төртінші ереже: күлкіде шектен шығушылыққа тыйым салынған. Мұсылман үнемі ұстамдылық таныта білуі қажет. Орынсыз күлкі ақымақтықтың белгісі дегендей, әр қалжыңның өз орны, өз шегі бар. Адамзат баласының ардақтысы, пайғамбарымыз қатты күліп отырғандардың қасынан өтіп бара жатып: менің білгенімді сендер де білгендерің де күлмей, жылар едіңдер деген екен. Көп күлме, өйткені күлкі жанды өлтіреді. Шектен шығып әдепсіз қалжыңдарды айтып, оған қарқылдап күлу мұсылмандыққа жат қылық болып табылады. Мұсылмандар әдепсіз қылықтармен емес, көркем мінез құлығымен адамдарды өздеріне тарта білгені жөн. Және де бесінші ереже: тыйым салынған тақырыптарға қалжыңдауға, адамның жеке сырын ашуға және пасық сөздер айтуға болмайды. Ең бастысы, мұсылман баласы пайғамбарымыздың мына бір хадисін естен шығармағаны жөн. Кімде-кім Аллаға және қиямет күніне иман келтірсе, тек жақсы сөз айтсын, немесе үндемесін. Міне, қымбатты көрермендер, исламда әзілдесудің осындай ережелері бар екен. Әрқашан жақындарымыздың көңіліне қарап, көркем мінезді болайық деген тілек білдіреміз. Баршаңызға Алла тағала екі дүниенің бақыты мен байлығын нәсіп етсін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.